Беньямин. 99 жасқа қараған шағында қадірлі азамат, аяулы әке, сүйікті ата, ұлы отан соғысының ардагері, Баянауыл ауданының құрметті азаматы Күлжанов Мұқатай. Менің атам дүниеден өтті. Күлжанов Мұқатай 1917 жылы 21 желтоқсанда Баянауыл ауданының Құндыкөл ауылдық округіне қарасты Біржанкөл ауылында туған. 1925 жылы 1-ші сыныпты Сарығамыстағы Қанапияның үйіндегі мектепте Нәжмеден мұғалімде оқыды. 4-ші сыныпты бітірген соң Талғардағы ауыл шаруашылығы техникумында 4 жыл оқып, агроном мамандығын иеленді. Еңбек жолын 1939 жылы Ертіс ауданының Новоивановск НТСінде агроном болып бастайды. Осы жылы Ертіс аудандық әскери комиссариятынан қарулы күштер қатарына шақыртылды. Жасынан бәйгатқа шапқан бала зәлім болады. Бәйгатқа шапқан бала ана аттың өмірінде тілейді. Иесінің абыройында тілейді. Өзінің жанында тілейді. 3 қысымның ортасынан шығады. Ендеше сонда бәйгатта көп шапқан адам. Еңбек. Анау итжеккенге де еңбек істеді. Соғысқа да еңбек істеді. Қайтып келіп, Біржанкөл мен Егіндібұлақтың сақ қозының бүкіл бейнетін көтерді. Елдегі қызмет жұмыста үлгілі болды. Өйткені кейінгі жастар мұқаңдарға қарап, қай жұмыстың басында болсын, қай шаруаның басында болсын, соған қарап үлгі алды. Мұқаңның сауатының, дүние танымының артықшылығы осы жерде тұрды. Агроном маман болды ғой. Тіпті міне агрот тұр міне. Осыған келе қалса, осы ұстап тұрып көріп, әй мынау бұлай болып отыр. Мынаның арасы ерінпай 40 сантиметр болады, мынжермен жер. Мынжер 60 сантиметр болады. Мынаны сабағы өсіп кетсе, оны бұлай сындырып тастау керек. Әйтпесе сабағына тартып кетеді. Деп айтып, өзінің несін жұртқа үйрететінді. Күлжанов Мұқатай Красноярск аймағы Каинский қаласында полковой кіші командирлер дайындайтын минометшілер курсына жіберілді. Сол жерде 99-шы Сібірліктер корпусы құрамында шаңғышылар сапында фин соғысына араласты. 1939 жылы 11 қарашада жараланып, Харьков қаласында әскери госпитальда емделді. Неміс басқыншыларына қарсы соғысқа Батыс Украина майданында араласты. Украина, Польша, Германия аумағында болған шайқастарға қатысты. Эльба өзенінен өтіп, американдық біріккен одақтас әскерлерімен кездесіп, соғысты аяқтады. Соғыстан кейін 1 жыл Германияда қызмет етті. 1946 жылы желтоқсанда елге оралды. Елге келген соң Баянауыл аудандық ауыл шаруашылық бөлімінде бас агроном болып қызмет етті. 1948 жылы халық жауы деген жаламен 25 жылға сотталып, Таймыр түбегіндегі Норильскіде жазасын өтеді. Тек 8 жылдан соң ғана, яғни 1956 жылы ақталып елге оралды. 30 жылға соттаймыз деп, одан атуға деп
Содан 25 жылда деп ақыр аяғында өтірік сөз анықталмай атаң 8 жыл 6 айдан кейін үйге келді. 8 жыл 6 ай болды. 8 жыл 6 ай болды. Көп маған айтты, Айзекен, сен Сталин туралы баяғы бойыңдасың ба деп 2 рет 3 рет айтты. Мен айттым, мұқаға Сталин туралы мен сол айтамын. Пікірімде қалдым. Мұқағаң өз пікірін өйткені, мұқағаңдың заң енді әлгі халық жауы деп жап-жас жігітті солай соған ақты қараны тексермеді деген өкпе қойды. Ол Сталинге деген өкпесі ол. Құдай-ай, немене памяттеймін. Мынау бұрынғы тайгада жүрген жегелерім бәрін көз алдында елестетіп, тура аузым суын құрытып айтқанда, енді оны ешкім айта алмайды ондай. Ондай жоқ. Аяғым ауырды демейді. Сонда өзінің аяғында өқтің қадығы да бар әне. Сонда мық демейді Құдай-ау. Бір 1957 жылы әдейін қызы тұрмыс анамызбен шаңырақ көтерді. Ауылға келген соң 1979 жылы зейнетке шыққанға дейін агроном болып қызмет етіп, тың игеруге, ауыл шаруашылық өндірістерін көтеруге атсалысады. 5 ұл, 3 қызға әке атанды. Ұлың ұяға, қызың қияға қондырды. 17 немере мен 2 шөбересін көрді. Сыйластықпен өмір сүрді кісілер. Жолдасын сыйлаған, ағатайыма қарсы қарап сөйлеп, ренжіп көрген емес, қас қабағымен отыратын. Ерді сыйлаған, сондай адам болды. Жөнейдің әжесі. Өлгенше ағатайым сол тәтемнің жақсы қасиеттерін бәрін айтып өтті ғой. Өте құрметтеп, жаңағы әруағын мен осы халға жеткізген сол тұрмыс қой деп отыратын. Апаң қадірлі адам болды. Оны кіші де, үлкен де қадірлейтін болды. Аға қалай сөйлесе, тұрмыста солай жақсы сөздер қайтаратын. Салмақты, ойын көлкені жақсы көреді. Қонаққа барады. Қонаққа ағаммен екеуі бірге барады. Бір өлеңді айтатын, соны айтатын. Ақбақай, сосын тағы бір өлеңі бар. Құдай-ау, тағы бір өлеңі бар. Осы екі өлеңді басқан өлеңді айтпайтын. Тағы бір өлеңді айтады осы. Құдай-ау. Елігім еркем? Иә, әні Нұрлан біледі. Өлең айтты, сосын айтатын, аяйлап. Күшін ықыласымен беретін біреуге тамақ бергенде де. Дастарханы сондай жақсы көрікті болатын. Сондай адам болды. Сондай бауырмал болды. Сондай туысқанға дегенде енді сондай бауырмал адам болды. Келіндерінің бәрі оңды дейді, жақсы дейді. Әсемге жетпейді дейді, Ләйлаға жетпейді дейді. О дүниеде жақсы жатсын, аға да, тұрмыста біз жақсы сыйластық, туысқан адамдай болып. Құдай сендерге өмір береке берсін. Енді о дүниелерінен жарылғансың, тұрмысты қатты сыйлаушы едім мен. Оны кіші деп мәңгі айтпайтынмын. Тұрмыс кеткенде ол үйге мен баруды қойдым, бармай. Өйткені барсаң жылайсың, балаларды көресің. Сағынасың. Сол үшін кейінгіде ойладым мен. Аяға сол тұрмыстың ана мынасын сұрағалы, соны көп айтқанды жақсы көріп, соны тұрмыста әңгімелегенді жақсы көріп келді. Кетем қазір. Енді мен келмеймін деді.
Сонда бір айтып отқанда бір ауырып жүрген айтқан ой, Бақытжанның отбасылары сен аласың, әсемге айтып кетем деді. Соны әсем орындады. Олға дегенде айтты, Бақытжанмен салтанаттың қызығын көре алмаймын деді. Ой Алла. Кеше өзі ауырып батып тапсырып кетті. Ол жамды тәрбиелеңдер деп мына балаларына. Барлығы міне сондай нормал болды, сондай туысқанға дегенде енді сондай нормал адам болды. Жақсы, Құдайға шүкір, соның еш шығар енді. Әке көрген оқжандар, шеше көрген томше деген енді Құдайға шүкір, сол балаларды сосын тәрбиесі болды, Құдайға шүкір балдар. Сендер де әлі міне мені әкейімде де басып алаққа көтерген өндерін басқа ештеңе көріп жамандықтарын көрген ба. Рахмет. Бәріңе де даярлады. Өзіңнің әтайым дегеннен кейін сол сөзден жаңылмайтындықтарыңды. Сол жаңағы біріңді бірің жақсы көретін күннен шырмауықтай араласып, әлгі байланып қаласың. Сәулетай аман баса, бәріне бірақ қысады ғой. Құшақтап алып, бірақ басын ұрланғып, бірақ қысады ол. Біреуі ағасы, біреуі інісі болып, жол беру деген тәртіп бар. Бұл адамға ең жеткізбейтін сыйлық. Сондықтан Бауыржанды бәрі әсемді Дөкей апа деп осылай мұқан қойының бәрі. Бәрін үлгі салып, жол жүргізіп, суыртпақты шырғаны салып отырған. Сонда осының бәрі сендерге қабылданған, сол қабылданған мінезден айырылмайсыңдар. Сондықтан Алла жазса келешегінде Гүлжан Мұқатайдың артын Құдай жарылғайды. Şükür kullarımın, kızlarımın arkasında ben Türkiye'nin ömründen özümde en bir baktı çaldım sana. Beş yıllık üç kızım, üç köyüm olan Kazibeli Allah kandası жас баладай тәрбиелеп отыр. Қолдарды ғой, маған Алла Тағалаға ризалығым сол. Маған сондай иманатты, тәртіпті, үлкенді сыйлай білетін келін берді. Мен ол үшін өзімнің құдағиларыма көптен көп рахмет айтамын. Алланың ол маған берген бақыты. Әр өмірдің өзінің 100-ге кел, 90-ға кел, 80-ге кел, әрбір өмірдің өзінің мөлшері жерді маңдara жазған Алланың бақыты бар. Сол бақытты дұрыс пайдалана білу. Ең алдымен адам баласына сол қайрат, адалдық, сүйіспеншілік, өзіңді өзің ұстай білу. Мына кейбір бас қосқан жерде шалды айтады, Құдайға мұқамға берді ғой, келіндері қандай, балалары қандай деп. Сонда мен айтамын, ол жақсы ата болу үшін әуелі келінге келін бола білу. А егер келінге келін бола білмесең, сенде не қасиет қалады. Мен бақыттымын, Алла тек менің бақытым сол, мен Аллаға ризамын, бүгін алса да ризамын. Құдайға шүкір мына ұлым ұяға, қызым қиға болды. Бәрі бір шаңырақтың иесі. Сол қайда барсам да мен бір әлгі камержайып жүргендей Астанаға барайын, бір айында 15 күн жатқаннан кеттім дейін. Олардың Павлодарға келем. Павлодардан біреу келеді, алдап үйді алып береді.
біреуін сол шақырмадым келгенде. Оны Алланың маған берген бақыты. Енді көп айтайын енді сол ана бәйшем жұмыс уақытын баяның бәйсесен шығып нарком осы жерде отыр екен. Сосын айтты, сені жүріп отыр екеуміз әңгімесейік. Сосын жаңағы отырдым, сосын айттым маған сен айтатын, мұнда айтатынмын. Мен сен менен кейін 5 жылдан кейін келдім. Сосын айтты, сен сүйеуші едің ғой. Мүмкін дағдың жазу бойынша мен сені кетерім. Мүмкін сен маған 5 жылдан кейін келерсің деп. Сол 5 жыл толды. Ол 5 жыл толды, Құдайға шүкір ондағы арман айтады, ұлымды үйлендір, қызым тұрмысқа шықсын, сосын келерсің деп. Сосын Астанаға барып, Астанаға 10 күннен кейін қайтыс болды ғой. Енді айтады, топырағы торқа болсын, Аллахтың ақшар күнді кесу жазсын. Енді мен айтайын дегенім, өткен өмір кетті, Алланың бергеніне ризамын. Осы жерде ол енді менің басқа жер емес, өз атқарым басында мен Ұрпағыма береке беріп, Алла тек менің көргенімді, қиыншылықты көрмей, жақсылықты көріп, осылай дастарханның басына Алла Тағала тек қуанышпенен, шаттықпен кездесіп жүрсін. Соғыс және еңбек ардагері, мемлекеттік марапаттардың иегері, Баянауыл ауданының құрметті азаматы, 2 ғасырдың куәгері Мұқатай Күлжанұлы 2016 жылғы 4 қыркүйекте 98 жасында ұрпақтарының ортасында абыз ақсақал болып дүниеден өтеді. 6 қыркүйекте Азалы ел Тайлақ ауылындағы әке шешесі жатқан зиратқа жарының қасына жерленді.